аңызың әлбет несіпбек айтұлы 1920 жылдың 22 қыркүйегінде Қытай Халық Республикасының Шыңшың өлкесінде Теректі ауылында дүниеге келген. 1962 жылы отанға оралып, бұрынғы Семей облысы. Жақсы, шынымен де мен Нұртілекті тыңдап отырып ойладым. Дауыстың да әсерлі әрі болуы да бір бақыт екен-ау деп. Сондықтан Нұртілектің дауыс дикциясына қояр ешқандай мінім жоқ, тағар мінім жоқ. О жағынан мен Назыммен келісемін. Бірақ қағазға үңіле берген кезде дауыстың бәсеңді атқанын мен де байқадым, бұл тұста мен ару жағымен келісемін. Жетістігіңіз сіздің тапсырмасына барынша ыждахаттылықпен қарағандығыңыз. Ал ұсыныс сізге толық жаттап келу керек еді сөзіңізді. Сіздер жаттау арқылы сөзді қорларыңызды молайтасыздар, ақпаратты кеңейтесіздер, бастағы нейронды жұмыс істетесіздер. Бар болғаны сіздерге жаттау 1 минуттық сөз еді. Кейін келе жаттап келіп, соңына қарай, осы оқу жылының соңына қарай, егер де осы әдісті біз әрі қарай қолдана беретін болса, еркін сөйлейтін боласыздар. Мен үшін емес, өздеріңіз үшін ғана. Диас, тыңдайық. Мен білмейді екен деп ойланып отырады да, сосын қай жерде айтып қалады екен деп сіздің сөзіңізді аңдып отырады, сүзгіден өткізіп отырады. Осы сіздердің қаперлеріңізде болса деген ойым бар. Келесі сабақта үй тапсырмасын орындамай келгендер орындап келіп, жаттап келіп деген ойдамын. Ал біз Диас, Нұртілек, Аружан, Бекнұр және Әділхан сынайтын боламыз. Түсінікті ме? Жақсы. Рахмет.